Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернар достар. Бүгін біздер телефонның қызып кетуін себебін айтатын боламын. Бірінші себебі ол тұрған хабарландыру параметрі деген басамыз. Барлығын көру деген басамыз. Осы жерлерде болады. Соларды өшіріп тастайсыз, содан кейін телефон қызбайтын болады. Міне осылар, міне өшіресіз. Сағатты өшіресіз. Хабарларды рұқсат өшірмеңіз. Ол өшірсеңіз кіргенде рұқсат беру деген шығады. Мыналар ешқандай осыларды өшіріп тастайсыз. Кейін бұл бірінші себеп болды. Енді екінші себебі. Екінші себебі бұл мына тұрған есептік жазбалар деген сүмбір басамыз. Кейін есептік жазбалар деген сүмбір басамыз. Кейін осы жерлерде аккаунтты шығады. Сол аккаунттарға кіріп, аккаунтты синхрондау деген басамыз. Кейін осы жерден үстегі 3 точканы басып, қазір синхрондау деген басамыз. Кейін бәрі синхрондалып кетеді. Кейін телефон қызбайтын болады. Енді үшінші себебі ол мына тұрған шехол. Осы шехол температура өткізбейді. Кейін телефон тез қызатын болады. Ал мына шехол болса, бұл температура өткізеді. Сондықтан осы шехолда алып жүру керек. Бұл шехол температура өткізеді және телефон қызбайтын болады. Достар, саламдар достар. Ұнаса лайк, подписка салыңыздар.